бардыңыз үй жұмысын? Қазір сіздерге үй жұмысын тексертуге мына платформаға қосып келеміз. Қарайсыз. 388 есім. Бірінші есімнің жауабы қандай болады? Тоғыз ал тексерейік. Келесі. Екінші есімнің жауабы? 18'den 7 olsa bu şekilde sorarız. Kilesi. 7'den 9 teksiriyik. Dörts ben? Natijelerinizge dörts birisi koyulduğunuzda. Kilesi. Kilesi. Varlıklarınızda sola çıktı mı? Hani kimde sola çıktı? Kol götürdük. Жарайсыңдар. Bunu жаңа тақырып өтеміз. Дұрыс бөлшектер, бұрыс бөлшектер. Сауалымыздың мақсаты дұрыс бөлшектер және бұрыс бөлшектерді екеуін бір-бірінен ажыратуды үйренеміз. Жалпы біз бұл уақытқа дейін қай ұғымды үйрендік? Жай бөлшекті қысқарту. Енді бүгінгі тақырып дұрыс бөлшектер, бұрыс бөлшектер. Бүгінгі біздің сауалымыздың мақсаты дұрыс және бұрыс бөлшектерді есеп шығаруда қолданады екеуміз. Жақсы оқушылар. Сонымен бүгін сабақ түсіндіріп өтсем, жай бөлшек екіге бөлінеді. Бұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімнен үлкен немесе тең болатын бөлшекті айтамыз. Мысалға қараймыз. 2-ден 5 бөліммен алымын салыстырған кезде алымнан аса қандай болып тұр? Үлкен. Дұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімінен кіші болатын бөлшекті айтамыз. Мысалға 3-тен 1. Алымы қандай бізде? Кішкентай. Ол қандай бөлшек деп аталады екен? Дұрыс бөлшек деп аталады екен. Ал енді оқушылар, кез келген дұрыс бөлшек бірден кіші болады. 3-тен 2 кіші 1-ден, 9-дан 4 кіші 1-ден, 8-ден 7 кіші 1-ден. Ал кез келген бұрыс бөлшек бірден үлкен болады, немесе бірге тең болады. Қарай, 5-тен 5 тең болады бірге. 6-дан 11, 1-ден үлкен, 7-ден 9, 1-ден үлкен. Натурал санды алымы бөлімінің еселік болады, бұрыс бөлшек түрінде жазуға болады екен. Ал қараймыз. 4-ті, мына бөлшек сызығы нені білдіреді? Нені білдіреді бөлшек сызығы? Бөлікті білдіреді. Сонда 4-ті бірге бөлсең, баяғы неше шығады? 4 дейтін натурал сан шығады. Мұнда 1-ден 4 бұрыс бөлшек. Яғни нешеге тең болып тұр? 4-ге тең болып тұр. Келесі 6-дан 24. Ол нешеге тең болып тұр тағы? 4. Мына жерде 10-дан 40. Сонда бұл жерде үшеу қандай бөлшек екен? 4-ге тең болып тұр. Яғни біз натурал санды қандай бөлшек түрінде жаза аламыз? Бұрыс бөлшек түрінде жаза аламыз. Естеріңізде болсын. Жақсы оқушылар, қысқаша тақырып осы. Енді оқулықтың 397-ші есеп, 398-ші есеп сіздерге жеке жұмыс ретінде беріледі. Әркім өзі орындайды. Ал бүгінгі сабақтың бағалауы мына жарты шеңбер арқылы жүргізіледі. Сіздер білесіздер, біз күнделікті есепте балмен бағалап жүрміз. Сол бағалауға алған сайын ұпайларымыз неше болады? Соған қарай жылжытып отырасыздар. Қазіргі манағы үй жұмыстан 1 деген ұпайларыңызды қоясыздар. Келесі жеке жұмыс 2 балл, жұптық жұмыс 2 балл, дәл солай кете береді. Әр жұмысы орындаған сайын қарайсыздар. Жарай ма оқушылар? Түсіндік пе? 397-ші есептен бастап шығарамыз. Бөлік біліңіздер. Алымы кіші дұрыс бөлшек.
Мына жазасына тура келеді. Келесі бесенекі қала екіден үш қандай бөлшек? Бұрыс. Өйткені алыға бөліміне қандай болыпты? Үлкен болыпты, сондықтан бұрыс бөлшек. Дәл осылай екіге бөліп жазасыздар. Ал кім болды ол? Келесі 398-де орын береді. Жеңген жұмысқа 2 балл беріледі. Мен болдым. 398 аяқтаймыз, сосын баға алып береміз. Міне шандау өт дұрыс шығарған. Өте жақсы балалар. Беталысы жаман емес оқушылардың. Аяғын шығарыңыз. Аяғын. Ержан, істеңіз. Чембер келесін. 12-ден 7. Өте жақсы аяғын. Келесі 398. Оқушылар 397-ні оқып қоя, 398. 398. Бірінші, 9 және 2 саны дейді, дұрыс бөлшек құрастыр дейді. Оны қалай құрастырамыз? Үлкен сан қайда жазылады? Бөліміне жазылады. Кіші сан алымына жазылады. Бұл қандай бөлшек? Дұрыс бөлшек. Ол дұрыс, дәл осылай құрастырасыздар. Бұрыс бөлшекті және жазғыш. Апай болды. 398 ма? Иә. Апай мен де болдым. Жеке жұмысты орындап болған сияқтымыз, оған қойылатын ұпай 2 балл. Сонда сіздің жарты шеңберіңіз неше болады? 3-ке 3-ке. Жақсы, өте жақсы болды. Оқушылар есеп түсінікті ме? Қиын есеп жоқ, Жеке жұмысты орындап болсақ, ұпайларымызды қойдық. Енді келесі шұрттық жұмыс орындаймыз. Шұрттық жұмыс әркім өз көршісінің нөмері 400-ші есеп, 401-ші есепті бірге отырып талқылап шығарады. Оған есім маған айтыңыздар. Иә, бір мән беріп қоймаймыз, 2-3 мән беріңіз. Шығарып жатырмыз ба? Шығарайын. X-ны сан қойасың? Дұрыс бөлшек болу үшін үштен қандай сан қойасың? Үштен қандай сан қойасың? Үштен қайсы тәрі? Одан басқа сан қоя алмайсың. Өйткені ол бұрыс бөлшекпен алып. X-ның мәндері 2 және 1.
Ya, o'tirishdi, qanday durs bölçek chiqdi? Durs bölçek 3'te 2 және 5'te 2. Bir мәнде 3'te 1 және 5'te 1. Өте жақсы, отыра ғой. Осы есептің екіншісіне болады кім аяқтады? Ержан отырды. Екіншісі. Ерсі онда қандай мән береміз? 4-тен үлкен мән береміз, кіші мән береміз? Кіші мән. Иә? 3'te 4. 2'den 5. Өте жақсы, отыра ғой. Нұрила, оқыма. Төрт жүз бірді орындап болған оқушы оқи қойыңыз. Бізде құйманың саны қанша? Құйма. Абай екіншісінде біріншісінде болды. Ағалайын сөзіңізді. Есеп шығарып үлгермей қалғандар, қаптадан қозғандар бір ұпайға кеміктен есеп ағаларыңыз. Өре ме? Келесі топтық жұмыс. Оқулықтан номері 403 есеп кесте. Енді біз үш қатар болып отырамыз ғой. Осы үш қатар бір топ болып бірігейік. Қарақаттың қасына келіп есеп шара қойыңыздар. Мұнда көйлектің қасына келіп есептерін шара қойыңыздар. Келесі қадырдың қасына келіп есептерін шара қойыңыздар. Қай қатар бірінші тапсырады, сол қатар олымен ұшпай алады. Бөлімі 4-ке тең, жауабы 3-ке тең болады екен. Сонда мына алында қайсан тұру керек? Қарайыншы оқушылар. 12 деген сан тұру керек. Сонда 4-тен 12 бізде бұрыс бөлшек болған тұрған сан. Bölüm 4 katta, bizim 6-12. Apa ini koma? Terus, өте жақсы оқушылар. Өте жақсы оқушылар, қатесіз. Енді мынанша 12 болмайды ғой? 15 болмайды енді. 60 болады. Е? Мынау? 5 болады, 80 болады. Жақсы. Есеп жақсы шығардыңыздар. Бірінші орындап болған бірінші қатар есептері толық дұрыс. Сіздердің ұпайларыңыз 3 балл. Екінші қатар сіздерге қатесіз дұрыс шығарғансыздар. Уақытта сәл қалып қойдыңыздар, сіздерге 2 балл. Ал сіздерге өкінішке орай 1 балл. Сіздерге қате болды, сәл уақытта кешігу болды. Жақсы оқушылар, топтау жұмыс түсінікті болды ма? Келесі енді ойын ойнаймыз. Оқушылар бір жиек, жұптық, топтық жұмыс жасап болдық. Енді ойын ойнаймыз. Әжует қараймыз. Оқушылар енді біз алтын сақа ойын ойнаймыз. 93. Dürüst.
beradi. Jay g'ana qo'l ko'taramiz. Bir g'ana o'quvchidan javob beradi. Jaraymi? Dұрыс javob bersangizlar, bu nisanaga tushadi. Qancha javob bersangizlar, bu nisanaga tushadi. Yarkudebek 2'de 1. bu yerda qisqartamiz. 12 dan 6. Javob bizda 2'de 1. Tekshiring. Durustmi? Jaraysizlar. Qaysisi 84 bo'lchakni qisqartirgan deb ko'rsatingiz? Ya, Shakarbek 6 tekshiring. Kelisi 20 10 bo'lchakni qisqartdingiz. Ertaning 20 5'ini 6 tekshiramiz. Kelisi 27 dan 9 bo'lchagiga qanday bo'lishga teng? Nurislom, ko'pib qo'ying Nurislom. 6 tekshiring. To'rtinchi bo'lchakni bo'limni 12 ga keltiringiz. Kim javob beradi? Janiya 6 tekshiring. O'quvchilar, bugungi savatda mengirgan bo'lsak, hisob chiqardik, o'yin o'ynadik. Endi bugungi savatdan jinoyat upalarimizni ko'rsatib qo'yingizlar. Janiya 10 ball, Ayan 10 ball, To'rebek 10 ball upalarimizni hozir jurnalga qo'ydik. Buncha yaxshi o'quvchilar bugungi savatdan yaxshi upay jinoyat egansizlar. O'quvchilar, bugungi savat unadimi? Ya, bugun жаңа тақырыпты қалай түсінгендерімді мына кері байланыс арқылы білгім келіп отыр. Түсінген оқушы сабақты толық түсіндім. Сол деңгейде болсаңыздар, соны мәселелер екінші сабақты толық түсінбедім. Үшінші, маған сабақ қиын болды. Әр оқушы өзінің деңгейіне қарай таңдайды. Keri байланыстарыңыз үшін рахмет. Бүгінгі keri байланыстан қарасам, тақырыбымыз түсінікті болған сияқты. Сабақты толық түсіндім. Оқушы сабақты толық түсіндім. Келесі үй жұмысына номері 408 есепті белгілеп алыңыздар.